Абайдың шығармалары бүгінде өзектілігін жоғалтқан емес. Оның идеялары адамзаттық құндылықтарына негізделген. Сондықтан ол тек қазақ халқының емес, бүкіл адамзаттың ортақ тұлға ретінде бағаланады. 1995 жылы ЮНЕСКО шешімі бойынша Абай 150 жылдығы мерейтойын халықаралық деңгейде атап өтті. Ал 2020 жылы Абайдың 175 жылдығы кең көлемде тойланды. Жалпы Абай қазақтың ұлттық санасының жаңғыруына үлкен үлес енгізді. Өз заманының ойшыл, озғыр перзенті. Абай тек көркем шығармаларын ғана емес, сонымен қатар қазақтың ұлттық рухани жаңғыруына жол ашты.